Садақа деген дүние адамның өзінің жасаған жақсылығы. Себебі адам садақа беру арқылы бәледен, жаладан, қауіп қатерден аман болады. Құдай бәрін көріп тұр ғой. Мысалға кейде жеміс ағашын бұтап көктемде майталман мамандар сонымен жұмыс жасайды. Онсыз да жеміс беріп тұрған бұтағын кесіп, әртүрлі өздерінің тәжірибесін жасайды. Бірақ күзде ол одан да көп жеміс беру үшін жасайды. Тура сол сияқты біз Құдай беріп тұрған рызық несібеден адамдарға көмектесеміз, жәрдемдесеміз, бірақ міндетті түрде ол еселеп қайтады. Расында бір өзі садақадан қайтыс болған, садақадан кедей болып қалған, қазақтың даласында осы жомарттықтан қайтыс болып кеткен, жомарттықтан осы малы таусылып өлген қазақтың моласы жоқ. Көбінде қарасаң, садақа деген нәрсе адамды байытып, керісінше басына амандық бергенін көреміз. Садақаның арқасында қаншама адамдар ауруынан жазылып, көптеген игілікке, жақсылыққа жетіп жатқанын байқаймыз. Өз әдетте айтып жатамыз ғой, жоқшылық кезінде 50 теңге бере алмаған адам, ол бай болып кеткен кезде 50 мың теңге бере алмайды деп. Расында да осы садақа беріп жүргендердің көбін қарасаң, қаржысы аз кезінде, жағдайы төмен кезінде көңілі кең, қолы ашық болған адамдар. Ал енді бай болып кеткен кезде еш нәрсе бермеген адамдарды көрсең, тәлім тәрбие алмаған, ондай ізгілікті, жомарттықты көрмеген адамдар. Яғни жастайынан қалыптасып, әдеттенбеген. Біз баламыздың өзін кішкентай кезінен, мысалға мектепке бара жатқанда, сен мынаған бір коржик ал, согыш, компот іштеп береміз ғой, мысалға 50 теңге, 100 теңге, 200 теңге. Сондай кезде бір 50 теңгені қоса беру керек. Сен мынаны бір жолда қиналған адам көрсең, садақа бер деп. Сонда бала кішкентайынан садақа беруге, игі іске ортақтасып, соны атқарысуға бойын үйретеді. Кейін өзінің қолына қаржы түсіп, кейін өзі санасы толысқан кезінде ол әке-шешесінен сұрамай-ақ, біреуге айтқызбай-ақ өзі жәрдемдесетін болады. Бұл үлкен тәрбиенің көзі мысалға. Сол сияқты садақаның ең үлкені ол жақыныңа жасаған садақа. Әке-шешеңе, отбасыңа, бала-шағаңа, жұбайыңның аузына күлімдеп отырып бір үзім нан салсаң, сол үлкен садақа болады. Өйткені неге садақа? Өз бала-шағаңа жасаған дүниең. Ол үшін еңбектенесің, адалдан нәсіп іздейсің, үйден шығасың, тәуекел жасайсың Аллаға. Соның барлығы Құдайды риза ететін, адамдарға пайдалы дүние. Сондықтан әсіресе осы қасиетті Рамазан айында бір-бірімізге хабарласып, карточкамызға немесе телефон нөмірімізге бір аз-кем ақша тастап болса да жәрдемдессек, садақа жүректерді жібітеді. Әсіресе мына өкпелетіп алған, ортамыз дұрыс болмай жүрген адамдардың көпшілігіне біз сыйлық беру арқылы, қалтамыздан қаржымыз шығару арқылы жүрегін жұмсарта аламыз. Сондықтан мына Рамазан айы көп садақа беріп, бір-біріміздің жүрегімізді жібітіп, бір-бірімізге игілік жұмсайтын ай. Алла соны сіздерге нәсіп етсін.